айтыңдаршы маған. Емхана деген психолог деген сияқты нәрселерді айта берсең дейді ғой. Мен өлемін. Айтып болдым бұл. Сөйлескім келген қалды. Ата жолындағы біреу ана күйеуіне айтқан екен, Нұрмұхамед күйеуі, біздің күйеу бала. Сен анау әйеліңді Тоқберген өзіне тоқалдыққа алғалы жүр, сонда барып біліп бізге келіп отыр ғой. Қытай Халық Республикасынан көшіп келген қандастарымыздың ата жолы ұйымына қарсы соғыс ашқандарына биыл 4-ші жыл. Айтуларынша өздерін Алла елшісі етіп сайлап алған ұйым қарындастарының санасын улап, шаңырағын шайқап тынған. Деструкция деген түсінік, ол міндетті түрде жару, міндетті түрде біреуді ату емес. Конструкция қарай ұмтылмайды. Адам керісінше айналасын бұзады, адам фанатизмге кіріп кетеді. Нәпсі ораза ұстайсыңдар, еріңмен қосылмайсың, 1 жыл ма, 2 жыл ма нәтижесі көрінгенше еріңмен қосылмайсың деген. Мұна шал өзін пайғамбармен табанында мөр бар дейді екен. Бізге қасиет қонған деп, әруақтардың атынан сөйлейтін ағым қозырлы органдардан да именбей отыр. Алдына келгенді алдап, жоққан нандырат, тау тастар алатып, есінен тандырат. Экстремизмді насихаттамағанымен діни алауыздық тудырат. Сандырағымен талайларды сенделткен ұйымның көмейіне құм құятын күн қашан туат? Жылдың басынан бері ата жолы бойынша 5 әкімшілік жазаға тұлғаларды тарттық. Айыппұл берілді 241 мыңдай. Діни басқармадан араша сұрап келген қандастарымыз елге 2009 жылы көшіп келген. Айтуларынша Қытайда қалған ағайындары қыздарына қарайласып тұруды тапсырыпты. Қанипа Медбеке жолдасы қара жұмысшы көрінеді. Ерлі зайыптылар бір балаға зар болып, медицинаға жүгінген. Бірақ келіншектің құрсағына бала бітпей, олар емші көріпкелдерді жағалайды. Солар арқылы ата жолы ұйымынан бірақ шығады. Ата жолы деген ұйым деген жоқ, о кездерде бір емдейміз, бала көрмегендерге бала көрсетеміз, жолыңды ашып береміз, діни жолға түсесіңдер, намаз оқып, сондай сөйтсеңдер, 4 жылда бала көтересіңдер деп бұларды ерлі-зайыпты екеуін соған иландырған. Содан бала көтеріп алмай жүрген ерлі-зайыпты екеуі шалға барып, Тоқберген деген шалға. Соның айтқанымен жүріп, сеніп соған кірген бар. 4 жылдан бері қарай басын айландырып тастаған, уландырып тастаған, оқып тастаған. Тоқберген осы ата жолы құрудан бұрын қарамен шұғылданған екен, дуамен. Елді дуалау, отбасын ажырату, сонымен шұғылданған екен, кейін ата жол құрылып, ата жолына қызмет еткен екен. Азаттықтың алғашқы жылдарында қара бұқара без теріп кетті. Құдіреттілер бар дүниені талқандап, өзара бөлісті. Осылайша ежелгі еңселі жұрт тақырға отырды. Жастар іштегі жерді арақпен басса, қарттар уайымын ұмыту үшін картаны ермей кетті. Сол кезде ата жолы ұйымы көпті соңынан ертіп әкетті. Адамды бір трансқа кіргізеді, ақ сұңқар болады, аққу болады. Олар жаңағы атаның тілі, ата мен ішіме кіреді дейді, ол сөйлейді дейді. Қара қой сойғызу деген, молаларға түнелту деген, қондыру деген нәрселер, дінімізде ондай нәрселер жоқ, біріншілер. Сондықтан да шариғатымыз бұл нәрселерге қатаң түрде тыйым салған, ұйымда жүрген адамдар көз жұмған болады. Осындай қайғылы жағдайлар болды. Тоқберген Байтасов ата жолы ұйымының жетекшісі. Қазір пробация қызметінің бақылауында. Сөйте тұра, заңсыз тірлігін тоғармай отыр. Тіпті жақтастары заңсыз насихатын интернет арқылы көбейтіп таратып жатыр. Олар Қанипа мен жолдасын аластаймыз деген желеумен туыстарынан алыстатқан. Аз уақытта теріс насихаттарына иландырып, ерлі зайыптыларды ажыратып тынған. Зираттарды аралаттырған, сол сияқты адамды алдап, араласып жүрген ортасынан алшақ алып кетуге тырысқан. Мешітке бару харам деп саналған. Мешітке кіргізбей отырған олардың басты себебі өздерінің сеніміне қарай бұру. Жекеленген адам тек соларды ғана тыңдайды да, екінші жақтан келген пайдалы кеңестерді ешқандай қабылдауға мүмкіндік бермеген олар. Қанипа аз уақытта құбылып, жолдасынан жеріп, туыстарына тіксіне бастайды. Мына кадрлар соның дәлелі. Мені жоғалтып аласың, көріңіз, мен өлемін.
2 жылдан кейін бұларды бөле бастаған бұл чал. Ана қызға айтқан, сен қамшыдан өттің, бәлен қамшыдан өттің, ағардың, енді бәлен қамшыдан өткесін ағарып аққу боласың деген. Нәпсі ораза ұстайсыңдар, еріңмен қосылмайсың, 1 жыл ма 2 жыл ма нәтижесі көрілгенше еріңмен қосылмайсың деген. Күйеуі қой бақтырып қойған. Чалдың ан жақта қойы бар екен, өзі ана құрбандықтардан, елден садақаға берген, жиылған малдың бақтырып қойған, тері илеткен. Ата жолы ұйымы пайда болғанға дейін бұндай терминдер қалыптасқан жоқ, олар ұстанып жүрген. Жаңағы жыныстық ораза, жыныстық жаңағы тыйылу бірнеше жылға, бір ораза, нәпілдік оразалардың деңгейінен салыстыру, бұл ақылға сыймайтын нәрсе. Адамның санасына бір жаңағы концепция ретінде беріп, соны бір берік ұстанатын бір формула ретінде көрсеткісі келеді. Ғылыми, теологиялық негізде алып қарайтын болсақ, бұл ұйымға кірушілердің барлығы құрбандар. Яғни біліммен, ақылмен, ғылыммен емес, құр жаңағы сену, яғни сезімге еру арқылы сол бағытқа түсіп кетіп жатады. Жақындары бұл жайға бей-жай қарап қалмады. Полиция шақыртып, қарындастарын Тоқберген Байтасовтың баспанасынан күшпен алып шыққан. Алматыда кіші әкесі бар, соған апарып сөбедік. Дуалаған анау немересін қайтарам деп молдада оқыды, суын ішті, бірақ суын туалетке барып құсып отырған екен бұл. Ата жолына болды, мен бармайын деген неменен айтып, сеніміне кіріп отырған, қайтып 20 күннен кейін әптен сеніміне кіргеннен кейін оны еркін қой беріп қойған, далаға шыққан, магазинге барған, келген, сөйтіп жүріп, магазинге барып жүріп, сол жерде біреудің соткасымен сөйлесіп, ата жолымен хабарласып қойып, 21-22 күн өткен кезде түнде сағат 4:30-да Алматыдан Астанаға қашып, сол Тоқберген үйіне барып алды. Ол өзі 3 тоқал әйел алған екен, сонымен 4-шісін тоқалғып алу мақсаты болған екен. Жақында тағы бір осындай зардап шегушімен таныстым. Ол жерде адамның 3 жұрты болады. Қайын жұрты, өз жұрты, нағаш жұрты деген. Әр жұрттан 7 атадан алып, 3 атадан 21 атаға 21 мың теңгеден ақша аудартып отырған екен. 5 рет аудартыпты. Ата жолы тікелей экстремизмге шақырмайды, бірақ дінге қатысты даулы мәселелерді тудырады. Имамдарды айыптайды, мемлекетті даттайды. Әлеуметтік желілер арқылы ұлттық, рулық, діни алауыздықты тудырады. Тарихына келсек, 1997 жылы пайда болған Алматы қаласында Ақжол бірлестік болған. Кейінірек ол пирамида финансовый дейді, қаржы пирамидасы сияқты 2001 жылы ол ата жолы болып аты ауысты. Бір адам кірді ма, қасына 2 адам кіргізу керек. Сөйтіп олар адамды жинап, 20-30 адам жинап, ақшаларын алып, сол оңтүстік жақтарға барып, киелі жерлерді аралатып, ем қабылдады деген ұғым берілді. Оның бәрі өтірік. Бір адам емделгенін мен көрген жоқпын. Арызданушылар көбейіп кетті. Бетті бері қарамайтын болды мына Қанипа деген қызымыз. Енді ол кетсе кетті, бір қыз құрбандыққа шалынды, қалған миллиондаған қызымызды алып қалуымыз керек, оны құтқаруымыз керек. Сондықтан мемлекет бола ма, заң бола ма, мүфтият бола ма, мынау заңсыз деп шектелген ата жолын сөзсіз тоқтату керек. Бұл ұйымның қызметіне сот шешімімен тыйым салынған, бірақ қағазға түскен қаулы барда орындау жағы ақсап тұр. Қазір наразы топ сотқа тағы шағым дайындап жатыр. Ұйымды заң жүзінде экстремистік деп тану керек деген ұстанымда. Әйтпесе әлі талай шаңырақ шайқалып, іс насырға шабады деп отыр.